Егер беліңіз ауырып, беліңізде протрузия, грижа болатын болса, арқаңыз ауырып жүретін болса, турникке қалай салбырап тұру керек? Техникасын көрсетемін, мұқият қарап алыңыздар. Турникке келгенде, міне қараңыздар. Өкшені жайлап көтергенде турник жететіндей положениеде болу керек. Қолыңыз жететіндей. Алдыңыз, жайлап көтердіңіз аяқтың ұшын, міне. Көрініп тұр ма аяқтың ұшын? Аяқтың ұшын көтердіңіз. Бастап кезде 15 секунд, 30 секунд салбырап тұрамыз. Жіберген кезде мына аяқтың ұшы жерге тиетіндей дәрежеде болу керек, міндетті түрде. Жай жібереміз. Егер турник биік болса, аяғыңыздың астына бір нәрсе қоясыз. Ал егер секіретіндей немесе аяқ мынандай жетпейтіндей дәреже болмау керек. Жіберіп қалып секіріп түсуге өте қауіпті нәрсе. Неге десеңіз, протрузия, грижа болса, ол өсір жібереді міндетті түрде. Және де аяқты седалищный нервті байлауы мүмкін, ауыртып седалищный нервқа келіп. Сондықтан да тағы бір көрсетемін. Осылай дәрежеде. Осылай қолды создық, жай өкшені көтергенде жететіндей дәрежеде болу керек. Аяқты көтердіңіз, салбырап тұрасыз, жайлап сезініп беліңізді. Қатты ауырып жатса 15 секунд, 30 секундқа жетпей жайлап жібереміз. Есіңізде ол жай жібереміз. Екінші тағы бір керемет жаттығу. Осындай келеміз міне стойка, ағаш болсын немесе кез келген нәрсе, осындай тұрға болсын. Міне жақындаймыз, осындай положениеде аламыз, міне осылай келдік. Аяғымызды міне жамбастың арақашықтығында жасаймыз. Иықтың арақашықтығы болса, онда слишком ашылып кетуі мүмкін өте. Осылай алдық. Бірінші міне деме отырып аламыз, жартылай қолымызды ұстадық. Осылай 1 минут керілеміз. 1 минут, 2 минут өзіңіз. Дене бірақ арқаны омыртқаны тік ұстаймыз. Бұл бірінші жаттығу. Жайлап жібердіңіз. Ортасы 1 минут жүріп дем алып алыңыз. Екінші өте маңызды жаттығу. Осылай келдік. Осылай ұстадық, дене тұрдық. Бұлай енді міне, бұлайдан теңселеміз. Оңға, солға, оңға, солға. 30 секунд 1 минут болады, міне. Арқаны сезінеміз, арқаның бұлшық етін сезіну керек. Осылай жібергенде жай тұрамыз, поддержка беріп, белге күш түсірмейміз әзірге. Сосын жайлап осыны жасау арқылы күннен күнге уақытын ұзартасыз. Басында 30 секундтан 1 минутқа дейін, минут жарым, 2 минутқа дейін. Күнделікті жасаңыз, нәтижесін міндетті түрде көресіз. Ұнаса лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, тіркеліп кетіңіз каналға. Аман болайық.